Армысыздар, құрметті көрермендер. Қазақстан халқының тілдері мерекесіне орай бүгін студиямызға арнайы қонағымызды шақырған болатынбыз. Таныстырып өтейік, Абилов Жұмабек Елшіұлы, аудандық түрік ұлттық этномәдени бірлестігінің төрағасы, аудандық кеңестің мүшесі, билер кеңесінің бас кеңесшісі. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Алғашқы сұрақты өзіңізді қалың көпшілікке таныстырудан бастасаңыз. Саламатсыздар, құрметті қалайық, ардақты ағайын. Мен өзімді таныстырып өтетін болсам, Абилов Жұмабек Елшіұлы, Түлкібас аудандық түрік ұлттық мәдени орталығының төрағасымын. 1961 жылы 30 мамырда Түлкібас ауданы Қарағашты ауылында, бұрынғы Максим Горький ауылында дүниеге келдім. 1977 жылы Қарашаңырақ Абай атындағы мектепті бітіріп шықтым. 1978 жылы Шымкент педагогикалық институтына түсіп, дене шынықтыру пәні мұғалім мамандығын алып шықтым. Сол қазіргі таңда зейнеткермін. Жалпы өзіңіз төрағалық етіп жүрген түрік этномәдени орталығының жалпы мақсатын, жұмыс жоспарын таныстырып өтіңізші. Жалпы Түлкібас аудандық түрік ұлттық мәдени бірлестігінің мақсаты мен бағыттары ең біріншіден ел бірлігін, халықаралық ынтымақтастықты, бірлікті, достықты нығайту, Қазақстан тұрақты мемлекет ретінде қалыптастыру, одан кейін түрік халқының мәдениетін, тілін, өнерін насихаттау, жастар арасында, оқушылар арасында дамыту болып келеді. Жеке өзіңіз қазақ тіліне деген құрметті қалай түсінесіз? Қазақ тілі біріншіден бұл мемлекеттік тіл. Мемлекетіміздің саясаты қазір мынау референдумда да бағытталып көрсетілді. Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл қазақ тілі. Қазақ тіліне мен құрметім ерекше. Себебі қазақ тілін мектебінде оқып, қазақ ауылында өсіп өніп, Қазақстанда туып өсіп өніп, осындай қызмет жасағанына мен қуаныштымын. Осы қазақ тілінің арқасында талай белестерде көріндік, мемлекеттік мекемелерде қызмет жасадық. Қазақ тілін мынау халықаралық дәрежедегі, мынау халықаралық қатынас тіл ретінде келешекте сол тілге, сол қатынас тіліне айналса деген үмітім бар. Өзіңіз төрағалық ететін орталықта қазақ тілінің маңыздылығы қаншалықты деңгейде? Қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде біздің мәдени бірлестікте ерекше орын алады. Себебі барлық жиналыстарымыз, отырыстарымыз, кездесулеріміз, дөңгелек үстелдер өткіземіз. Ақсақалдар алқасымен, аналар алқасымен, жастар қанаты кеңестерімен біз барлығы қазақ тілінде өткіземіз. Жалпы ұсыныстарымызды, пікірлерімізді қазақ тілінде жасаймыз. Қазақ тілінің біздің бірлестікте орны ерекше. Түрік жастарының арасында қазақ тілін меңгеруге деген қызығушылықтары қаншалықты деңгейде жоғары? Өте жоғары деп есептеймін. Себебі Түлкібас ауданындағы түрік ұлт өкілдері қазақ тілін 100% меңгерген деп есептеймін. Себебі барлықтары қазақ тілін жақсы меңгерген, қазақ ақындарының шығармаларын оқып, әсіресе жастарымыз, мектеп оқушылары жатқа біледі. Сондықтан қазақ тілін жақсы меңгерген деп айта аламын. Жалпы өзіңіздің қазақ тілін меңгерудегі жолыңыз қалай басталды? Мен
өзім қазақ ауылында туып өскеннен кейін қазақ мектебін бітірдім. Содан кейін Шымкент педагогикалық институтында оқып, осы мамандықты меңгеріп, ауданның мемлекеттік мекемелерінде қызмет атқардым. Тәрбие саласында, әскери патриоттық, спорт, білім саласында көп қызмет жасадым. Сол мекемелерде жүргенде мен қазақ тілін жақсы меңгердім деп есептеймін. Мақал мәтелдерден жарыстар өткізетінбіз, байқаулар өткізетінбіз. Ұлттық салт дәстүрлерден жарыстар, фестивальдер, дөңгелек үстелдер өткізетінбіз. Сол іс-шаралардың арқасында осы қазақ тіліне деген менің сүйіспеншілігім, құрметім күннен күнге дами бастады. Және де мен сол қазақ тілін құрметтеп, соншалықты өзімнің түрк ана тіліммен бірге ұқсастығын, сол қазақ тілінің ешқандай айырмашылығы жоқтығын мен сезініп келе жатырмын. Қазақ тілінде сөйлеу көпшілік жерде, жиналыстарда жаңағы жұмыс бойынша сөйлеу қандай бір сезім сыйлайды сізге? Жалпы қазақ тілінде мен сөйлегеніме өте қуаныштымын. Себебі қазақ тілінде мен ойымды, жоспарлаған іс-шараларымды жүзеге асыруда үлкен жеңілдік болады маған. Сондықтан мен қазақ тілін сөйлеген кезде үлкен ләззат аламын, жақсы ойымды жеткіздім деп есептеймін. Жалпы сұрақтардың легін түрік этномәдени бірлестігінің жұмысына қарай ығыстырсақ, жалпы түрік этномәдени бірлестігі қазіргі таңда қандай жұмыстарды атқарып келеді? Жалпы айтқанда ауданымызда осы білім саласында, тәрбие саласында, өнер, спорт саласында үлкен іс-шаралар өтіп жатыр. Бүкіл аудан әкімдігімен бірге мынау аудандық тілдер мекемесі бар. Одан кейін жаңағы мәдениет, спорт бөлімдері бар. Осы мекемелермен бірге іс-шараларда біздің аудандық мәдени бірлестік мүшелері белсене қатысып келеді. Әр түрлі даталы күндерге арналған, әсіресе мынау Наурыз мерекесінен бастап 1 мамыр халық бірлігі мерекесінде, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнінде, және де республиканың туған күні мерекелерінде барлық іс-шараларға біздің бірлестіктің мүшелері белсене атсалысады. Жалпы түрік диаспорасының біздің аудандағы орналасу деңгейі, рөлі қаншалықты маңызды? Жалпы түрік ұлт өкілдерінің рөлі бар деп есептеймін. Себебі ел қоғамның мүшелері ретінде ұлт өкілдері бір кісідей Қазақстанымыздың өркендеуіне, дамуына атсалысып келеді. Әсіресе мынау экономикасын дамытуда, спорттық салада, білім саласында, мынау медицина саласында, шаруашылық, ауыл шаруашылық саласында үлкен қызмет атқарып жатқан ұлт өкілдері бар. Оларды біз мақтаныш тұтамыз. Әсіресе мынау қайырымдылық жағынан, мынау үлкен іс-шаралар болған кезде игі істердің, игі бастамалардың, мынау елімізде болып жатқан реформаларға белсене қатысады. Сондықтан үлкен рөлі бар деп есептеймін. Аудандағы өзге де этномәдени бірлестіктермен байланыстарыңыз қаншалықты деңгейде жақсы? Ауданымызда тағы да славян халқының, өзбек халқының бірлестіктері жұмыс атқарады. Олардың төрағаларымен, олардың мүшелерімен қарым-қатынастамыз. Осы мәдени бірлестіктермен бірге өткізіліп жатқан дөңгелек үстелдерде, дебаттарда, байқауларда бірге жүргізіледі іс-шараларымыз. Жақсы қарым-қатынастамыз. Біздің түрік этномәдени бірлестігінің өзіне сай дәстүрлері бар, сол қаншалықты деңгейде сақталған қазіргі таңда? Сол бірлестікте түрік халқының
мәдениетін, өнерін, салт дәстүрін сақтауға мүмкіншілік жасалған. Себебі жалпы мына ұлттық киімдерді, ұлттық аспаптарды қолдануда көп жұмыстар атқарылып жатыр. Мынау ата бабаларымыздың, ата әжелеріміздің айтқан өсиеттерін, сол қалдырған іздерін, сол кісілердің тәжірибелерін мынау өзіміздің жазбаларда, одан кейін мынау түрік халқының, Әзербайжан халқының үлкен ақындарының шығармаларын оқу арқылы сол салт дәстүрлерімізді дамытуға, сол тілімізді сақтауға, салт дәстүрімізді сақтауға тырысамыз, мүмкіндіктеріміз бар. Жалпы Қазақстандағы этносаралық татулыққа деген пікіріңізді білдіріңізші өзіңіздің. Иә, Қазақстанда мынау соңғы жылдары ұлтаралық қатынас өте жақсы дамып келе жатыр деп есептеймін. Себебі бүкіл әлем қазір түркі халықтары мынау қазақтың тумасы, мынау қоғам қайраткері Тұрар Рысқұлов атамыздың бір айтқан қағидасы бар. Түркістан түгел бол, түркі халықтары бірге бол деген үлкен ұраны бар. Сол ұранға сәйкес, сол қағидатқа сәйкес, сол бас қосу түркі халықтарының осы соңғы жылдары үлкен іске айланып келе жатыр. Бұл өте дұрыс деп есептеймін. Себебі түркі халықтарының салт дәстүрлері, тарихы, тілі, діні барлығы бірге болғандықтан бұл алға жылжушылық және де қоғамды жақсы жағынан біріктіруге жетелейтін күш деп есептеймін. Осы уақытқа дейін түрлі қызметте еңбек еттіңіз, иә, мемлекеттік қызметте, қоғамдық қызметте әлі күнге дейін қызмет етіп келесіз. Осы тұста бір өзіңізге бір қиындық тудырған жағдайлар болды ма? Енді жалпы мынау мемлекеттік мекемелерде жасаған қызметтерді осы қоғамдық жұмыста да ары қарай жалғастырсам деген оймен осы қоғамдық кеңестерге белсене қатысқым бар. Себебі сол жұмыстарды, әсіресе мынау спорт, әскери патриоттық, мынау елдің ынтымағын, тыныштығын насихаттайтын іс-шараларда көбірек ары қарай нығайтып, соны дамытсам деген мақсатта осы қоғамдық жұмыстарда қызмет етуге әр уақытта дайынбыз. Болашақта орталықты қандай деңгейге жеткізгіңіз келеді? Алдағы жоспарларыңызбен бөлісіңізші.
Патриоттық рухта жастарды тәрбиелегім келеді деп отырсыз ғой, иә? Қазіргі таңда көп жастар отан алдындағы борышын өтеуден жалтарып келеді. Оны өзіңіз де білесіз. Жалпы сондай жастарға қандай бір ақыл кеңес бергіңіз келеді? Иә, бұл соңғы кездері елімізде сондай бір белең алып келе жатқан бір іс-шара деп есептеймін. Енді жастардың барлығына мен топырақ шаша алмаймын. Жастар міндетті түрде отанды қорғауға бару керек деп есептеймін. Себебі әр адамзаттың өзінің құс та өзінің ұясын қорғайды. Сол сияқты адам баласы, жастар әсіресе отанды қорғауға, отанды сүюге әр уақытта ұмтылып отыру керек. Сондықтан жастар армиядан қашпаса деген менің үмітім бар. Сондай бір тілегім бар. Жастар армияға ұмтылса, олар біріншіден отанды қорғауға дайындалады. Одан кейін сол жерде үлкен өмірге дайындалады, дайын болып келеді деп мен есептеймін. Түлкібас ауданындағы тұрғындарға, көрермендерге, жалпы жерлестеріңізге қандай бір айтар үндеуіңіз, тілегіңіз бар? Тілегім, мынау еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ең бірінші тұрақтылық болсын, тыныштық болсын, бүкіл әлемде бейбітшілік болсын деп есептеймін. Мына қасиетті Қазақстанымыз, туған жеріміз, жастарға айтатыным, туған жерді сүю керек, отанды сүю керек, табиғатты сүю керек, табиғатты қорғау керек. Мына аталарымыз баяғыда мынау бастаудың көзін ашу керек. Жастар мынау тазалықты сақтауымыз керек. Мына елімізде қазір үлкен бір жақсы науқан жүріп жатыр, таза Қазақстанды. Ол жерді ластайтын жерді жинау емес, ластамау керек деген қағидатты ұстау керек жастарымыз. Және осы қасиетті Қазақстанымыз дами берсін, өркендей берсін. Ең айтар тілегім аудан тұрғындарына, Қазақстан халқына бірлігі жарасқан ел болайық. Мынау бірлігіміз көзіміздің қаршығындай сақтап, мынау қазақ халқы мен түрік халқының арасына, барлық түркі халықтарының арасына бір сызат түспесін деп тілек білдіремін. Үлкен рахмет. Алдағы жұмыстарыңызға, жоспарларыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, біздің сұхбат осымен аяқталды. Мереке баршамызға құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.